Латын жазуында қазақ тілі қалай көрінеді? Жаңа әліпбиге назар аударайық. Барлығы 32 таңба. Әріптердің көпшілігі сізге таныс. Алты әріптің төбесіне акутка деп аталатын осындай қысқаша белгі қойылады. Г, Ө, У. И және қысқай латын графикасына негізделген жаңа қазақ әліпбиінде бірдей нүктесіз әрпімен жазылады. Қ, Латын әрпімен, О, латын әрпімен Ш және Ч дыбыстары диграфтармен, яғни қос әріппен берілген. Латын графикасына негізделген қазақ әліпбиінде жазу оп-оңай және оңтайлы.